Құрметті ұстаздар, ашық сабақ беретін кезде интернет ақтарып, қысқа мерзімді жоспарды іздеудің қажеті жоқ. Ойыңыздағыдай керемет жоспарды сіз өзіңіз де жасай аласыз. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіз. Мен сіздерге өз тәжірибем арқылы қысқа мерзімді жоспарды қалай дұрыс құрастыруға болатындығы жөнінде айтып беремін. Қазір сіздерге өзімнің бір-екі қысқа мерзімді жоспарымды көрсетемін, яғни керемет қымыжыны қалай құрастырамыз. Ол үшін сіз тақырыбыңызға назар аударасыз, сол тақырыпқа сәйкес оқу мақсатына бірінші орында назар аударасыз. Яғни менде қазір 6 сыныптың әдебиет пәні бойынша Абай лирикасы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңіндегі автор бейнесі деген тақырып. Енді осы тақырыпқа сәйкес керемет қымыжы құрастырылу үшін біз оқу мақсатына назар аудара отырып сабақ мақсатын шығарып, және осыған сәйкес тапсырмалар мен әдістерді таңдап аламыз. Ендеше міне қараймыз. Оқу мақсаты бізде бүгінгі сабақта 2 оқу мақсаты берілген. Біріншісі көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Екінші оқу мақсаты эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Міне осындай 2 оқу мақсаты. Егер сіздің қысқа мерзімді жоспарыңыз осы 2 оқу мақсатын толықтай орындап тұратын болса, демек сіздің қымыжыңыз керемет құрастырылған деген сөз. Ал егер мүлде орындалмай қалса, немесе бірінші мақсат немесе екінші мақсат орындалмай қалатын болса, онда сіздің қымыжыңызда бір қателік бар деген сөз. Ары қарай осы 2 оқу мақсатынан біз сабақ мақсатын шығарып аламыз. Неге? Бұл екеуі 2 түрлі нәрсе. Сабақ мақсаты осы оқу мақсатының негізінде шығарылады. Себебі кейбір оқу мақсаттары бізде жалпылама түрде беріледі. Біз соның ішінен шекелеп өзіміздің тақырыбымызға сәйкес сабақ мақсатын шығарып аламыз. Мысалы менде міне 2 оқу мақсатында эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау деп тұр. Көріп отырсыздар, яғни бізде эпикалық және поэзиялық деп тұр. Біз сабақ мақсатына сәйкес эпикалықты алып тастаймыз, тек поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау деген мақсатқа ғана жұмыс жасаймыз. Сондықтан бұндай басқа қазақ тілінде де, әдебиетте де, басқа да пәндерде де осындай жалпылама мақсат бізде кездесіп отырады. Біз соның ішінен өзімізге керектісін таңдап аламыз. Оны міне сабақ мақсатында көрсетеміз. Абай лирикасымен таныстыру бірінші сабақ мақсаты. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңін жатқа айту. Абайдың лирикалық өлеңдерін мәнерлеп оқу, өлеңдегі автор бейнесін анықтау. Міне осы сабақ мақсатына жету үшін біз қазір тапсырмалар мен әдістерді таңдап аламыз. Ол үшін ұйымдастыру кезеңінен өтіп кетейік. Үй тапсырмасын сұраған кезде біз алдын ала берілген тапсырма бойынша мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңін жатқа айту осы сұралады. Демек бізде бұл бірінші оқу мақсатына жұмыс істейтін тапсырма. Яғни орта көлемді үзінділерді жатқа айту. Ары қарай кеттік. Жаңа сабақта мінекей өткізіп жібереміз, бірден тапсырмаға келейік. Абайдың лирикаларымен таныстырып өтіледі. Мына жерде слайд арқылы оқушылар, яғни Абайдың лирикасы деген не, қандай лирикалық шығармалардың түрлері бар, және Абайдың қай өлеңдері қай лирикаға жатады деген сұрақтардың жауабын алады осы презентация арқылы. Ары қарай кеттік. Бұл білім болатын оқушыларға берілетін. Енді ары қарай оқу мақсатына жұмыс істейтін бізде тапсырма кетеді. Қосымша кітап пайдаланамыз, сол жерден Абайдың лирикалық өлеңдерін енді мәнерлеп оқытамыз. Бұл тапсырма да бізде мына жақта тұрған бірінші оқу мақсатын орындауға септігін тигізеді. Бірінші оқу мақсатына жетуге септігін тигізеді. Міне көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу деген оқу мақсаты бар бізде. Соған жету үшін осы тапсырманы орындатамыз. Мінекей топтық жұмыс. Абайдың кітаптарын әр топқа бөліп береді мұғалім, және тапсырма. Топ ішінде өзара талқылап, ішінен бір лирикалық өлеңді мәнерлеп оқыңыз. Осындай тапсырма беріледі оқушыларға. Демек бұл жерде алған білімі, мына жерде презентация арқылы ол лирикалық өлеңдермен танысты. Енді соны кітаптың ішінен таңдап алады. Бір лирикалық шығармасын алады да, және оны мәнерлеп оқиды. Міне көріп отырсыздар ма? Бірінші оқу мақсаты толығымен орындалды.
Абайдың лирикасымен танысып, оның өлеңін жатқа оқыды және лирикалық өлеңін мәнерлеп оқыды. Бізде енді өлеңдегі поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтау деген мақсат қалды. Ол үшін міне келесі тапсырма жұптық жұмыс. Жұмыстың форматы жұптық болады. Ойлан, жұптас, бөліс әдісі арқылы оқулықтағы талдау деңгейінің тапсырмаларын орындайды. Яғни сол арқылы оқушы автор бейнесін анықтау керек. Біздегі екінші оқу мақсаты. Тапсырма: ақынның айтпақ болған ойын 2-3 сөйлеммен түйіндейік. Яғни бұл жерде автор бейнесін анықтауда оның ақынның идеясын, идеялық нысанасын анықтау керек. Сол үшін өлеңдегі ақынның айтпақ болған ойын 2-3 сөйлеммен түйіндеп көрсетуі керек. Және екінші тапсырмада Абайдың кейіпкер бейнесін жасауда қандай көркемдегіш құралдарды қолданғанын тауып мысалдар келтірейік деп тұр. Бұл жерде де жалпы автор бейнесін анықтау дегеніміз автордың идеялық нысанасын, оның көзқарасын, ұғым түсініктерін, наным сенімдерін, көркемдік және суреткерлік шеберліктерін анықтау болып табылады. Осындай нәрселерді анықтаса, автор бейнесі анықталады деген сөз. Сондықтан бізде бұл жерде автордың идеялық нысанасы мен суреткерлік, яғни көркемдік ерекшелігі, көркемдік шеберлігі анықталайын деп отыр. Оқушылар жұбымен бірге ақылдаса отырып, өлеңдегі автордың бейнесін осылайша анықтайды. Көріп отырсыздар ғой, әрине әр тапсырмадан кейін мына жерде бас бармақ әдісі, қошеметтеу әдісі, немесе 2 жұлдыз, 1 тілек әдісі деген сияқты қалыптастырушы бағалау мұғалім тарапынан жүріп отырады. Қай жері дұрыс болды, дұрыс емес болды, мұғалім 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы қорытындылап айтып отырады. Мінекей көрдіңіздер ме, біздің екінші оқу мақсатымыз да орындалды деген сөз. Поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтау деген. Егер осы тапсырмалар сізді сабақ барысында уақытымен өзінің жоспарлағаныңыздай өтетін болса, демек оқушы екі оқу мақсатына да жетеді деген сөз. Бұл мысалы әдебиет бойынша, енді қазақ тілі бойынша да көрсетіп өтейін. Қазақ тілінде де, мысалы, өткенде сіздер таныссыздар, соны ала берейін. Мына жерде бұл да 6 сыныптың қазақ тілі пәні бойынша су тіршілік көзі сілтеу есімдігі деген тақырып. Осы тақырыпқа байланысты берілген оқу мақсаты 2 бұл жерде де. Сіздерде 1 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, немесе 2 болады, әртүрлі. Барлық қанша оқу мақсаты бар, соның бәрі сол сабағыңызда орындалу керек, сол мақсатқа жетуіңіз керек. Мінекей, бірінші оқу мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпараттарды анықтау. Екіншісі сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну. Есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Енді сіздер мына жерде сабақ мақсатын анықтап аласыздар. Жаңа айтып өттім, осы оқу мақсатына сәйкес. Мәтінді мұқият оқиды, мәтіннен негізгі қосымша детальді ақпараттарды табады. Бірінші оқу мақсатына сәйкес. Одан кейін сілтеу есімдігінің сөйлемдегі қызметін анықтап, оны зат есім мен сын есімнің орнына қолданады. Екінші оқу мақсаты бұл. Мұнда сабақ мақсатына кірістіріп алдық. Және қосымша мәтіндегі ақпараттың түрлерін түсіндіру кезінде ойын жеткізу барысында сілтеу есімдіктерін орынды қолданады. Мәтінді талдауда өз тәжірибесіне сүйенеді. Бұл енді біздің сабағымызға сәйкес оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыратын мақсаттардың түрі болып табылады. Осындай сабақ мақсатын құрастырып алдық. Енді соған жету үшін біз тапсырмалар мен әдістерді таңдап аламыз. Мына жерде өтіп кетеміз, әрине ұйымдастыру, тапсырмасын сұрау дегенде де жаңа сабаққа кіріспе кезінде әрине оқу мақсатын түсіндіріп өтеміз. Сосын ары қарай жаңа сабақ кезінде бізде бірінші тапсырма топтық жұмыс болатын. Ол кезде оқушылар сілтеу есімдігіне анықтама беріңіз, мысал келтіріп сөйлем құраңыз деген тапсырманы орындайды. Бұл жерде топпен бірлесе отырып сілтеу есімдігіне мысал келтіріп, соны есіне түсіреді. Яғни бізде екінші оқу мақсаты жартылай орындалып жатыр деген сөз. Одан кейін екінші жұптық кезеңде мәтінді түсініп оқып, төмендегі тапсырманы орындаңыз дейді. Мына жақта не қосымша тапсырма тұр. Мәтіннен сілтеу есімдігін тауып, сөйлемдегі қызметін анықтау керек. Сөйлемдегі есімдікті зат есім немесе сын есімнің орнына қолданып, дәптерге жазыңыз деген тапсырманы орындайды. Және одан кейін мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтап кестеге жазыңыз дейді. Бұны да анықтайды және сұрақтарға жауап бере отырып детальді ақпаратты табыңыз.
бұл жерде де оқушы осы 3 тапсырманы орындай отырып біздегі мына жақтағы бірінші оқу мақсатына жетеді. Мінекей. Мәтіндегі негізгі қосымша детальды ақпаратты түсіндіру, анықтау деген. Және де мына жердегі бірінші тапсырмадағы зат есім сын есімнің орнына қолданыңыз деген, бұл жерде бізде екінші оқу мақсаты сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім сын есімнің орнына қолдану. Не көріп отырсыздар ғой? Енді жаңа біз негізгі қосымша детальды ақпаратты анықтау деген кезде біз осы үшеуін де таңдап алдық сабақ мақсатына. Сіз мысалы жоспарыңызға сәйкес, мысалы осының ішінен мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтау деп алсаңыз болады. Мына жерде сонда сабақ мақсатында детальды деген сөзді алып тастайсыз. Яғни мына жерден іріктеп негізгі және қосымша ақпаратты анықтау деп сабақ мақсатына өзіңіз икемдеп бейімдеп аласыз. Және мына жердегі есімдікті зат есім сын есімнің орнына қолдану деп жалпылама беріп тұр ғой. Біз соны міне сілтеу есімдігінің сөйлемдегі қызметі деп алдық. Сізде мысалы жіктеу есімдігінің сөйлемдегі қызметі немесе белгісіздік есімдігінің сөйлемдегі қызметі деп сізде ары қарай сабақ мақсатыңызды өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес бейімдеп аласыз. Мінекей көріп отырғандарыңыздай жұптық жұмыс форматы. Осы екінші тапсырма кезінде оқушы бірінші сабақ мақсатына да, оқу мақсатына да, екінші оқу мақсатына да жетіп отыр. Көріп отырсыздар, иә? Осындай міне бірінші де екінші де оқу мақсаты орындалды ма, демек сіздің қымыжыңыз, қысқа мерзімді жоспарыңыз өте жақсы құрастырылған деген сөз. Күнделікті сабағыңызда осылай өтесіз. Көрнекілік қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да, егер сіздің тапсырмаларыңыз осы екі оқу мақсатын толықтай орындауға құзыреттілігі жетіп тұрса, демек сіздің қысқа мерзіміңіз өте мінсіз құрастырылған деген сөз. Міне осылайша сіздерге міне бір-екі өзімнің жоспарымды көрсете кеттім. Сіздерде өздеріңіздің сабақтарыңызды жоспарлау кезінде, әсіресе ашық сабақ кезінде біз ешқандай да интернет ақтарып қажеті жоқ. Кез келген тақырыбыңызды аласыз да, оқу мақсатына назарыңызды аударасыз. Сол оқу мақсаты қалай беріліп тұр, соны орындау үшін сабақ мақсатын өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес бейімдеп алып, және соған қарай тапсырмалар мен әдістерді керемет таңдап алатын болсаңыз, одан асқан қымыжы, одан мінсіз қымыжы болмайды. Сабақ барысында 45 минут ішінде сол тапсырмаларыңызды оқушыларыңыз орындап үлгеруі керек. Ол тапсырмалар толықтай орындалса, сіз жоспарлағандай, онда сіздің бүгінгі сабағыңыздағы оқу мақсатына түгелдей қол жетті деген сөз. Осылайша сабағыңыз өте керемет өтеді. Мен сіздерге айтайын дегенім осы. Алдағы уақытта сұраныстарыңызға қарай тағы да басқа сабақтарды немесе басқа әдістерді, тәсілдерді көрсетуге болады. Өз пікіріңізді комментарий бөліміне қалдырып, ұнаса лайк басып, және достарыңызбен, таныс әріптестеріңізбен бөлісе кетіңіз. Олар да осындай әдіс тәсілдер, осындай қысқа мерзімді жоспарлар бар екенін көріп, өз тәжірибесінде қолдансын. Назарларыңызға рахмет.